Сәлем достар, бүгін біз сіздерге Лэди Макбет деп аталатын фильмді қысқаша айтып береміз. Жас қызды мәжбүрлеп бай кәрі шалға тұрмысқа береді, ал қыз еркектің махаббатына қанағаттанбайды. Сондықтан үй қызметкерімен бірге болады. Фильм өте қызық. Есіңізге салып қояйын, фильмде ұятсыз бейнелер өте көп. Сондықтан мұндай фильмдерге аллергиясы бар адамдарға көруді кеңес бермеймін. Достар, видео басталмас алдын арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастадық. Кэтрин есімді жас қызды өзінен біраз жасы үлкен адамға тұрмысқа береді. Төсекке жатудан алдын Александр шешін деп айтқаннан кейін Кэтрин шешінеді. Кейін жарықты сөндіріп, олар бірінші түнді бірге өткізеді. Ертесіне қыз терезенің алдында отырып, терезеден сыртқа қарап, жастық шағының аяқталғанын түсінеді. Анна бөлмеге қан болып жатқан көрпе төсекті ауыстыруға кірді. Кэтрин болса мұндай күңкілт және қызықсыз өмірінен жалығып қапа болады. Қыз ол үйде тек қана терезеден табиғатқа қарайды. Сонымен бірге өшпейтін каминге қарап, өз өмірінен шағымданады. Кешкі астың аяқталуын күтіп отырмай, Кэтрин бөлмесіне бара жатқанда Александрдың әкесі Борис оның жолын тосып, күйеуі келгенше ұйықтап қалмауын талап етеді. Біраз уақыттан кейін бөлмеде ішіп алған Александр пайда болып, Кэтринден түнгі көйлегін шешуді және каминнің алдына барып, артымен тұруын сұрайды. Кэтрин күйеуі талап еткен істі жасады. Артымен тұрған уақытта шешіліп жатқан шалбардың дауысын естиді. Содан кейін қызға артына қарамауын сұрап, бойдақ кезін есіне алып, сабынды көпіртіреді және қол еңбегімен шұғылдануды бастайды. Келесі күні Кэтрин Бористан күйеуі қайда кеткенін сұрайды. Оның айтуы бойынша, Александрға тиесілі болған шахталардың бірінде жарылыс болған. Борис та Лондонға жұмыстарымен бармақшы, сондықтан қыздар біраз уақыт үйде жалғыз болуы керек. Шал кете салысымен қыз ақыры таза ауа жұтты. Ертесіне Анна тағы бір қызметшісімен үйден шығады. Кэтрин каминнің қасында ұйықтап жатыр, бірақ көшеден шығып жатқан айқай-шудан оянып кетеді. Үйден шығып қыз фермалардың бірінде дауысты естиді. Ішке кіріп, ферма жұмысшыларына және бөлменің ортасында алашаға оралып, асылып тұрған Аннаны көреді. Кэтрин оны көрсетуді талап еткенде, ферма жұмысшыларының бірі Себастьян бұл адам емес шошқа екендігін айтады. Дегенмен қыз оны босатпайтын болса, күйеуіне айтып, барлығын жұмыстан қуумен қорқытып, Аннаны босатып алады. Таңертең қыз тағы да серуендеуге шығады. Үйдің ар жағынан Себастьян оған сөз атуда. Кэтрин оған назар аудармай, жасырын күлімсіреп қояды. Кешкісін Кэтрин үйде есік қағылғанын естиді. Ал есікті ашқанда, есік артында Себастьян тұрған еді. Қыз есікті жабуға тырысады, бірақ Себастьян бірдеңе етіп кіріп, жалығудан өліп бара жатқанын айтады. Кэтрин оны айдап салуға тырысады. Жігіт оны сүймекші болғанда, қыз итеріп жібереді. Дегенмен біраз уақыттан бері еркектің ыстық тиіскенін сезінбеген қыз өзін ұстап тұра алмай, онымен бірге төсектен ғиқылдаған дауыстарды шығарады. Кэтрин бұл үйде таңертең бірінші рет мәз болып оянды. Сол күннен бастап олар үздіксіз Себастьянмен өз көңілдерін көтерумен айналысады. Таңертең ерте саңырау құлақ теріп жүрген Анна иттерді серуендетіп жүрген Себастьянмен кездеседі. Қыз оның ханыммен жасырынып кездесіп жүргеннің соңы жақсы болмайтынын айтады, бірақ ол айтқан сөзіне бопсалаумен жауап алды. Себастьян тағы да Кэтриннің алдына келіп, олар махаббатпен айналысып жатқанда, кенеттен Анна есіктің артынан көріп қалады. Анна Кэтриннің бөлмесіне кіріп, Борис сапардан қайтқанын айтады. Кешкі ас кезінде Борис Аннадан шампан алып келуін және үйде еркектер болмаған кезде Кэтрин немен айналысқанын сұрайды. Бірақ қызметші өз ханымының істеп жүрген жұмыстарын айтпайды. Содан кейін ақсақал Борис қызды кемсітіп, 4 аяқпен айуан сияқты жүруге мәжбүрлейді. Кэтриннің опасыздығы туралы білген Борис қоймаға барып, Себастьянды сапап тастайды. Қызметшілерге оны қамап қоюын бұйырады. Бұл туралы естіген Кэтрин шалдан жұмысшыны босатуын талап етті, бірақ оның орнына ол қайнатасынан шапалақ алады. Содан кейін қыз оған уланған саңырау құлақ беріп, Борис бөлмесіне кіргенде Кэтрин есікті стулмен тіреп қояды. Содан соң қыз Аннадан оның алдына отырып, бірге тамақтануды сұрайды. Қызметшінің отбасысы туралы білгісі келеді. Сол уақытта Борис есікті қаға бастайды, бірақ Кэтрин Аннаға орнында отыруын және есікті ашпауын бұйырды. Есіктің дауысынан қорқып кеткен қызметшіні дәрігерге жіберіп, өзі болса Себастьянмен бірге болу үшін қоймаға барады. Бористі көруге келген дәрігер оның өлімін растаудан басқа амалы қалмайды. Біраз уақыттан кейін Кэтрин Александрдан әкесін жерлеуге келе алмайтынын айтады. Кэтрин Александрдың өз әкесін жек көретінін түсінеді. Сол уақыттан бастап Кэтрин Себастьянмен ашық бірге өмір сүре бастайды. Қызметшілер үй иесінің өлімін талқылап жатыр. Себастьян Кэтрин Бористі өлтіргенін Анна біреуге айтып қоюынан уайымдап жатыр. Бірақ Кэтрин Аннаның жұмыссыз қалып кетпеу үшін ешкімге айтпайтынына сенімді. Қыз тірі кезінде одан ешқашан ажырамайтынын, тіпті өлімінен кейін де онымен бірге болғысы келетінін айтып, жігітті сүйетінін мойындайды.
Бір күні Кэтрин шудан оянып терезеден төменге қарағанда Александрдың атын көреді. Себастьянды оятып, оны артқы бөлмеге жасырып күйеуі кіргенде аттың дауысынан оянып кеткенін айтып, оны күтіп алды. Кэтринге мұқият қарап, оның семіргенін байқады. Қыз күйеуіне шай құйып берді. Александр қатынның опасыздығы туралы өсектің оның да құлағына жетіп келгенін айтады, және өсек шын болып шықса, Себастьянды өлтіремін деп қорқытады. Күйеуінің барлығынан хабар тапқанын білген Кэтрин артқы бөлмеден жігітін алып шығып, төсекке жатқызып, оның көз алдында үстіне шығады. Александр қызды ұрып, кейін Себастьянмен төбелесе бастады. Бірақ Кэтрин темірмен күйеуін бірнеше рет ұрып, басын мыжып тастайды. Дәлелдерді жоғалту үшін Себастьян Александрды көмеді. Кэтрин болса оның атын орманға алып барып, жануарды өлтірді. Содан бері Себастьян ұйқысыздықтан азаптанады. Бірақ Кэтрин күйеуін ол емес өзі өлтіргенін айтып, оны тыныштандыруға тырысады. Олар бірге бақытты өмір сүріп жатқан бір уақытта Агнес есімді әйел Тед есімді баланы үйге алып келіп, оны Александрдың ұлы және мұрагері деп таныстырады. Тедтің анасымен кездескен Кэтрин бұл сөзге сенбейді, бірақ Агнестің мұны растайтын ресми құжаты бар еді. Себастьянның пікірі бойынша әйел Тед туралы өтірік айтып отыр, өйткені Александрдың тек қолы 2 қабат болуы мүмкін. Егер бала үйде қалса, Себастьян Кэтринмен кездесуден бас тартады, өйткені ол шынымен мұрагер болса, жігітке ештеңе қалмайды. Сонымен қатар Тед бұл ерде өмір сүрсе, Кэтрин кайфпен көңіл көтеруді ұмытуы керек. Таңертең өгей ұлы қызметкермен ойнап жатқанын тамашалап тұрғанда, кенеттен Себастьянды байқап көшеге шықты. Онымен ойнағысы келіп, қолынан тартқан баланы итеріп жіберген үшін жылап қашып кетеді. Себастьянмен араздасып қалған Кэтрин өз бөлмесінде ойланып жатыр. Біраздан кейін бір қызметкер есікті қағып, Тедті таба алмай жатқанын айтады. Қызметкерлер орманды аралап, баланы іздеуді бастайды. Сол уақытта Себастьян Шолу өзенінің бойынан баланы табады, және оның басына қорқынышты ой келіп, мұрагерден бір жола құтылмақшы болады. Бірақ ол өз ойын өзгертті. Баланы үйге алып келді. Кэтрин оны көрпеге орауды сұрайды. Кейін Себастьянмен ауыр сұхбатта, жігіт бұл қорлыққа артық шыдай алмайтынын, тезірек мұрагерден құтылып, байлыққа ие болмақшы екенін айтқанда, Кэтрин одан сабырлы болуын сұрайды. Кэтрин Тед жатқан бөлмеге кіріп, балаға қамқорлық қылып жатқан Агнестан ұйықтап алуын сұрайды. Ал Кэтриннің мақсаты болса, баладан тезірек құтылып, Себастьянмен бірге болып, мұрагерлікке ие болу. Агнес бөлмеден шыққаннан кейін Кэтрин Себастьян кіргізеді. Іс біткеннен кейін бөлмеге Анна кіріп, не болғанын түсінеді. Бұл уақытта Себастьян Александрдың қабірінің үстінде шарап ішіп, қателескендігін түсініп, жылайды, және үй жаққа тез жүгіріп кетеді. Дәрігер келді. Кэтрин оған ұйықтап қалғанын, оянғанда Тедтің өліп жатқанын көргендігін айтады. Баланы тексеріп, дәрігер Кэтрин ұйықтап жатқанда бөлмеге бөгде адам кірген болуы мүмкін дейді. Сол уақытта Себастьян жүгіріп келіп, жасаған қылмысын мойындайды, және оған қоса Кэтрин Баристы саңырау құлақпен улағандығын, Александрды болса басына ұрып өлтіргендігін тергеуші және дәрігерге айтып береді. Кэтрин жағдайдан қулықпен шығып, қызметкер Анна күнде таңертең саңырау құлақ теретіндігін, ал Себастьян болса күнде онымен бірге баратындығын айтады. Оларды азаптаған үшін үлкен бастықты улап, Александрды ұрып, қоймаға көміп тастаған шығар деп айтады. Анна бұл айыптауды жоққа шығаруы мүмкін еді, бірақ үлкен бастығы Баристің өлімінен кейін қатты қорқып қалған еді, сондықтан айыптауды растайды. Содан кейін Анна мен Себастьян ауыр еңбек жасауға қуылады. Ал үйдің басқа қызметкерлері жүкті болып қалған Кэтринді жалғыз қалдырып, үйді тастап кетеді. Достар, осымен біздің видео өз соңына жетті. Егерде сіздерге біздің видео ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бұл бізге келесі видеоны шығаруға үлкен шабыт береді.